Құрметті телекөрермендер, студенттік лиганың ақтық сынында додаға түсетін көкпаршы палуандардың тізімімен таныс болыңыздар. Қазақ ұлттық педагогикалық университеті Көкжидеде, Алматы энергия және байланыс университеті Қызыл Жидеде өнер көрсететін болады. Екі бірдей құрама командалармен таныс болыңыздар. Бірінші номерде Айболат Бердімұратов 1998 жылы Ақтөбе облысында дүниеге келген. Бойы 1 метр 67 сантиметр, салмағы 58 килограмм. Астындағы тұлпары Алатау қасқа. Үшінші номерде Аян Нақбай 1997 жылы Ақтөбе облысында дүниеге келген. Бойы 1 метр 72 сантиметр, салмағы 70 килограмм. Астындағы тұлпары Күндіз Қараша. Төртінші номерде Бердіғали Жакиш 1997 жылы Ақтөбе облысында дүниеге келген. Бойы 1 метр 75 сантиметр, салмағы 72 килограмм. Астындағы тұлпары Қаратөбел. Екінші құрама командамен таныс болыңыздар. Алматы энергия және байланыс университеті. Бірінші номерде Мейіржан Мәтжан 1996 жылы Райымбек ауылында дүниеге келген. Бойы 2 метр, салмағы 94 килограмм. Астындағы тұлпары Грант. Екінші номерде Ержігіт Жақсыбай 1996 жылы Қақпақ ауылында дүниеге келген. Бойы 1 метр 77 сантиметр, салмағы 76 килограмм. Астындағы тұлпары Ман. Үшінші номерде Бегасыл Сайлау 1999 жылы Оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген. Бойы 1 метр 79 сантиметр, салмағы 72 килограмм. Астындағы тұлпары Байшұбар. Армысыздар, құрметті телекөрермендер. Ауылға барса ат мінетін, қалаға келсе ат таңсайтын қазақ елі. Бүгінгі сіздердің назарларыңызға Қазақ ұлттық педагогикалық университеті мен Алматы энергетика және байланыс университетінің ортадағы ұлттық ойыны көкпар. Екі бірдей құрама команданың палуандарымен және де астындағы жануарлармен таныс боласыздар. Міне, бірінші тайым басталды. Төрешінің сықырығы. Мінекей, Мейіржан Мәтжанның Ақбоз атты тұлпармен, Грант атты тұлпармен. Қараңыздар, аттың үстінен асырып салған серке көп кездесе бермейтін жағдай ағайын. Есеп 1-0. Тақымға басып алып, қазандықтың түбіне қарай келді. Астындағы Байшұбарды сабалап бара жатқан сәтін қараңыздар жағай. Қамшы тістеп, керек кезде салып алып, керек жоқ кезде қайтадан қамшыны тістеп алып. Мерекем өзінің әріптесі, өзінің дос палуаны Мейіржан Мәтжанға пас берді. Мейіржан Мәтжанның өзі қараңыздар жағайын. Астындағы серкені бірақ аяқпен тақымға басып ұшып бара жатыр. Лашын құстай шүйіліп, ақсын қордай түйіліп, қырандай шайқалып барып, Мейіржан Мәтжан қайтадан екінші салымға ие болды. Енді жалпы осы студенттер құрама команданың студенттердің арасындағы палуандардан атына заты сай, осы көкпардың бомбардері, көкпардың мессиі Мейіржан Мәтжан көріп отырсыздар өздеріңіз. Қаншама салымның иегері. Қайтадан салым салған сайын арқасы қозатын Мейіржан Мәтжанның да қайтадан еңкейгені жүзеге аспады. Оның артынша Мейіржан өзі бір аламаса біріліп кетіп ататын, екеуі өзі нағыз бір-біріне лайықты туған палуандар. Бір құрама командада ойнап атқанның өзі. Дайындығы мол палуандар ғой. Негізі нағыз палуан көкпардың үстінде емес, алдын ала дайындалып, астындағы атын баптап, сармайдай сақтап, өзі де баптал батпен бірге дайындалған еңбек деген палуан ғана ағайын ортада алаңның арасында өзінің мықтылығын көрсете алады. Астындағы аттың өзін жемдеуі, оны таңертең тұрып баптауы, оны таңнан кешке дейін қас-қабағына қарауы,
бұл астындағы жануар жігітке өте пайдасы зор. Міне Мейіржан Мәтжанды көрдіңіздер ағайын. Бойы да ұзын, өзінің бұты да ұзын, тақымға басқан кезде екі орап алатындай ұзындығы бар. Қолы да ұзын, жүрегі түкті, күші мықты. Өзі де оңай емес күшті ағайын. Қараш, Гранттың жануардың базын әдемі пайдаланды. Тағы да есеп 3-0. Қайтадан мінекей Сергей қарай асып келе жатқан палуандар. Мейіржан Мәтжан міне ағайын. Бағана айтып өткендей ақ өзі сабырлы палуан. Алаңға кірген кезде еш нәрсені ойламай, қараш ағайын. Алдастың өзі, аттың бұруының өзі, аттың үстінде отырудың өзі. Қараш ағайын. Ар-бер ойнатып келді де қазандыққа қарай өзіне әбде мүмкіндігін толықтай пайдаланды. Жарайсың. Аттың өздеріңіз білесіздер, атты баптаудың өзі оңай емес ардақты ағайын. Бұны кенже балаңдай қарайсың. Таңертең тұра сап, аттың өзін жемдеудің өзі оңай емес. Көкпар атына таза сұлу бидай немесе арпа беретін білесіздер. Тұнық сумен суарып, жасыл жоңышқаның көгін жегізеді. Қысы жазы жабулы ұстайды. Сиыр су ішкен ыдыспен ат суармайды ағайын. Атты тұрған жерінде зәр сындыртпайды, тезек тастатпайды, етін қатырады, қазысын ортайтады, күніне бірнеше дүркін мініп түсіп бұлшық етін ширатады. Осы қағида сақталмаса, аттың бабы келмейді ағайын. Атты баптаудың өзі оңайға соқпайды ағайын. Таза сұлу мен таза бидай суға малып, күніне аттың ішіп жегеніне қарап отқан жағдайда ғана ат алаңның ішінде өзінің палуанның үмітін ақтайды. Әріптесі Мейіржан Мәтжанға пас берді. Мейіржан Мәтжан өзі жекпе-жекті де жібермейтін, шабуылу жасаған кезде шаңғақтырмайтын палуан. Қараңыздар ағайын, аттың үстінде ойнап жүр. Ат құлағында ойнау деп осыны айтасың. Астындағы Грант атты сәйгүлікпен өзінің қазандығын айналып қараңыздар. Қасқырша аңдып тұр. Қазір көрейік қалай болады екен. Мейіржан Мәтжан ұрпағы көкпар тартып, дәстүрді сақтап жатса, ат үстінде, ат құлағында ойнап жатса, бабаларымыздың дәстүрін жалғастырып жатса, бұл қазақтың ұлттық мәдениеті, қазақтың ұлттық коды ардақты ағайын. Қорғаушылары бірдей қорғап берді ағайын. Қараңыздар, қапталдап, сабалап бара жатқан Мейіржан Мәтжан астындағы Грант атты сәйгүлікпен тақымға ие бола алатын Мейіржан Мәтжан ағайын. Жарайсың, қазандықтың түбіне келіп ағайын. Серкемен бірге қазандыққа қарай салынып жатқан қазақтың палуаны. Екінші таймға көшейік. Бірінші таймды өздеріңіз құлақпен естіп, көзбен көргендей-ақ 5-0 есебімен Алматы энергетика және байланыс университеті жеңіске жетіп жатыр. Міне, бағанаға айтып өткендей-ақ көкпардың нағыз қаһарманы, студенттер көкпар лигасының нағыз қаһарманы Мейіржан Мәтжан бірден келіп серкеге жабысып
алаң сыртына шығып кеткенін көрдіңіздер. Енді ортадағы жекпе-жекке Бекасыл Сайлау мен Бердіғали Жакишевтің жекпе-жегінде Бердіғали Жакишев жеңіске жетті. Енді Алматы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің палуандарына тірілу керек, кішкене ояну керек. Қараңыздар, салбырап тартпау керек. Енді бұл алғашқы студенттер көкпар лигасы туын желбіретіп жатқаннан кейін палуандарда бір-біріне үйрене алмай жатыр ағайын. Бұл енді қарқынды дамиды. Дамыған сайын палуандар мен жануарлар бір-бірін түсініп, алаңға жылқы үйреніп, Алматыға студент болып келген жігіттер ат үстінде қосып бір-бірін жаңадан танысып, үйреніп жатыр ағайын. Сондықтан да кешіріп қоятын таяқ бар. Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің палуандарында әлі де болса Серке, Бердіғали Жакишевтің тақымында әлі де болса бірнеше уақыттың өтіп жатыр, әлі де ешкімге берер емес. Бердіғали, берме! Қазандыққа 90% салымының жанындасың. Көмектес, мінеки 3-ші нөмірдегі Аян Нақбайдың келіп Бердіғалиге көмектес. Мейіржан Мәтжан сол бір сәтті мұқият байлан. Қарашағай, жантайы аттың мына жағына қарай ауып, сол жағына қарай ауып, намысқа тырысып Мейіржан Мәтжан тақымнан жұлып алғанын көрдіңіздер. Қайтада грант атты сәйгүлікпен ағайын. Аттың жүгенімен жидесінің түсі сәйкес келіп, қараш грантты Қазандыққа қарай жеке дара асықпай барып алды ағайын. Есеп 6-0. Ауыз толтырып айтарлықтай палуанымыз тағы да 6-шы салымға ие болды. Аттың бұрудың өзі тәсіл ағайын, алдаудың өзі. Атты шауып келіп, тартып кеп тоқтатып алып, атыда үстіндегі палуанның тілін алып тұрған жағдайда ғана, тәртіпке бағынған жағдайда ғана осындай жеңістерге жетеді. Қайтадан мінеке Мейіржан Мәтжан өзінің қол ұзын палуан ғой. Бір кішкене еңкейсе болды, жерге жетіп келетін палуан. Мінеке әлі де болса 2-1 құрама команданың тіресі, шайқасы шаба тартыс деп айтады ағайын. Қараңыздар, шаба тартыс. Алаңның сыртына шығып кетіп қана құтылмаса, шаба тартыста. Бұл жерде арнайы сызылып қойған алаң бар, арнайы макеттелген серке, арнайы шөппен толтырылған қазандық. Ат келіп қақса да, палуан келіп құласа да, ешқандай жарақат салмайтындай жағдай жасалған. Себебі бұл студенттер көкпар лигасы ағайын. Осылардың арасынан шығады ересектерге, осылардың арасынан шығады нағыз палуандар. Ертең ересектердің арасында көкпар тартып жатса, бір әулеттің, бір ауылдың, бір елдің намысы. 6 жастың балаңыз ат үстіне мінбесе, 60 жасқа келгенде туған жерін қуантпас деген осы. Ат үстіне мінген палуаннан көп үміт күтуге болады ағайын. Міне Байшуармен келіп, Бекасыл Сайлаудың Қазандыққа асықпай келіп, бұрыла келіп салғанын көрдіңіздер. Есеп 7-0. Алматы энергетика және байланыс университеті есепті 7-ге жеткізді. Қазақ ұлттық педагогикалық университеті әлде есеп ашпады. Қараш ағайын, 1-ші номердегі Айболат Бердімұратовтың қызғанып, серкені салдыртпайын деп аттан секіріп барып жатқанын көрдіңіздер. Мінеке қайтадан Байшуар мен Бекасыл Сайлау. Мейіржан Мәтжан кішкене демалайын деп Бекасыл Сайлауды сайлады ғой деймін арнайы. Алты бірдей салымның иегері атанып алды. Ендігі кезек Бекасыл Сайлауға келген сияқты. Міне Байшуар мен Бекасыл Сайлау айтып-айтпай-ақ 8-ші салымға жеткізді өзінің құрама командасы. Жарайсың Бекасыл, Бекасылдың тек асыл деген осы. Тектіден текті туады, тектілік тұқым қуат қадырлағайын. Тегінде жатқан, қанында жатқан қасиет қой. Қанша келіп қалаға салсаң да, далаға салсаң да, тектілік өзінікін жасамай қоймайды ағайын. Есеп 8-0 қадырлағайын. Ақтықсың.
Мінекей Мейіржан Мәтжанның келіп, сол қолымен еңкейгені. Серкен ілсе жібермейтін Мейіржан алаңның сыртына шығып кетті ағайын. Мінекей ортадағы жекпе-жекті 4-ші номердегі Бердіғали Жакишев. Серкені толықтай алды, асығыс жоқ, аттың басына ие болса болды. Бәттеген ай, қараңыздаршы. Өзінің аттан айырылып қалған Бердіғали Серкені сала алмады. Мінекей ортадағы қайтадан жекпе-жекті ары қарай жалғастырайық. Мінекей 3-ші номердегі Бекасыл сайлаудың Байшұбармен келіп 9-ші салымға ие болды ағайын. Мінекей қадірлі ағайын, өздеріңіз ақ көріп отқандай-ақ есеп 9-0. Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің палуандары бірде-бір салымға ие бола алмады. Әлде болса уақыт алда Мейіржан Мәтжан қайтадан грант атты сәйгүлікпен иеленіп қазандыққа қарай асығып бара жатқаны. Мейіржанның Серкені салды, бірақ аттан түсіп қалды. Бірақ сонда да қараңыздар ағайын, атқа жарасып тұр. Қадірлі ағайын, Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің палуандарына жанкүйерлік танып келіп отқан барша студенттер, сол студенттің аға ұстаздары жігерін қайрайтындай сөздер айтылып жатыр. Міне келдің ғой, Бердіғали, енді не керек? Міне ағайын, Бердіғали осымен 3-ші рет қазандықтың түбіне келіп, әйтеуір бір салымға ие болды. Бұл құрама командада Бердіғали жалғыз өзі тартып жүрген сияқты. Тек қана Бердіғалидің ғана қазандыққа жақындап келіп сала алмай қалып, 3-шісінде келіп салып жатқанын көріп жатырмыз. Осымен 2-ші тайм аяқталды ағайын. Ортадағы 3-ші тайымға көңіл бөлейік. Міне 3-ші номердегі Аян Нақбайдың 3-ші тайымда тірілген сәтін көрдіңіздер. Міне Аян Нақбай 2-ші салым өзінің құрама командасын есебін ашып, ары қарай жетектеп келе жатыр. Міне 3-ші тайымда Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің палуандары оянған сияқты. Әбден төселіп, әбден алаңға үйренді. Мейіржан Мәтжан Алматы энергетика және байланыс университетінің палуаны толықша 1-ші тайым мен 2-ші тайымда бар күшін салды. 3-ші тайымда қалай болады екен? Екі бірдей палуанның жекпе-жегі Аян Нақбай мен Ержігіт Жақсыбайдың жекпе-жегі ағайын. Мінекей Аян Нақбай жекпе-жекке жеңіске жетті. Мінекей Серкені тақымға бас. Жоқ, жеңіске жетті дегеніміз асығыстық танытты ағайын. Екеуі бірдей, шеңберден бірдей нәтижемен шықты. Міне сыртында 2-ші номердегі Ержігіт Жақсыбайдың тақымға толықтай басып алды ағайын. Ержігіт Жақсыбай атына зат сай бола алатын палуан, қазандықтың түбіне қарай мінекей келді. Көмек керек. Міне келді. Міне асығыс жоқ. Қалай болады екен? Сау! Керемет ағайын. Есеп 11-де 2. Ержігіт Жақсыбайдың 11-ші салымды салған көрінісі. Міне қадірлі ағайын, қараңыздар,
Мейіржан Мәтжан қайтадан күш жүгерін қайрап, жігерлене көкпардағы міндетіне кірісті. Серкені сүйреп барып, іліп алған сәтін көрдіңіздер. Мейіржан Мәтжан мінекей ақырын өзінің қарсылас құрама командасын мінекей Мейіржан Мәтжанның тақымынан бірінші рет көрдік ағайын айырылық болған. Оның тақымынан жұлып алған Айболат Бердімұратов жарайсың. Қазандыққа қарай асыққан Айболат. Қалай болады екен? Ай, аттың басына тізгінді тартып үлгермеді. Айболат келдің міне. Толықша мүмкіндік. Қадірлі ағайын Мейіржанның тақымынан жұлып алып, Айболат өзінің құрама командасын жетектеп келіп ардақты ағайын үшінші салымға ие болды. Айболат жарайсың, Мейіржаннан тартып болған Айболаттың көрінісі. Мінеге ардақты ағайын ары қарай жалғастырайық. Ортадағы біздің жас палуандар, жас студенттер Алматыға арман қуып келіп, студент болып жүріп көкпар тартып атқанына қуанайық ағайын. Мейіржан Мәтжанның мінеге қараңыздар ағайын. 3 метр жерден Сергені қазандыққа дәл тастады. Лақтырған сәтін көрдіңіздер. Міне ардақты ағайын Алматы және Байланыс университеті мен Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ойынын тамашаладыңыздар. Есеп 12-де 3 болып аяқталды ағайын. Ақтықсың. Алматы энергия және Байланыс университеті 12 салымға ие болса, Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 3 салымға ие болып ардақты ағайын Алматы және Байланыс университеті жеңіске жетті. Алматы энергия және Байланыс университетінің белді палуаны Мәтжан Мейіржанның 8 бірдей салымға ие болғанын көрдіңіздер. Бегасыл 3 салымға ие болса, Ержігіт 1 салымға ие болып, құрама команда чемпион атанды. Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің палуандары Айболат 1 салымға ие болды, Аян 1 салымға, Бердіғали 1 салымға ие болып, өзінің құрама командасын 3 бірдей салыммен толықтырды. Міне ардақты ағайын өздеріңіз көргендей-ақ ақтықсың осымен аяқталды. Алматы және Байланыс университетінің палуандарын құттықтаймыз ардақты ағайын. 5 команданың ішінен 5-ші орын алған Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Нұрбол бастаған 5-ші орын. Ол да оңай емес, 5-ші орын алдыңыз. Рахмет. 4-ші орын Қазақ ұлттық агралық университет. Қошеметтейік. 4-ші орын. Және де 3-ші орын спорт туризм. Мен деген палуандар, мен деген боксерлар, мен деген спорт майталмандар шыққан спорт туризм. 2-ші орын Қазақ ұлттық педагогикалық университеті АГУ. АГУ-дың профессорлары келіп отыр, академиктер келіп отыр. Ура! Ағаларымыз жазасы, сіздердің арқаларыңыз. АГУ 2-ші орын алды. Ура! Ал енді ағайын бас жүлде. Алғашқы жалауын тіккен, жалауын көтерген студенттер лигасы 2017 2-ші сәуір күні тарихта таңбалы ізі қалған, тарихта қалған ол Алматы энергетика және Байланыс университеті. Капитан команды Мәтжан Мейіржан. Бабасының батырлығы ханмен бойға таратылған.
Ардақтағы ағайын, осындай қайраттай спорт туризмнің президенті бастаған азаматтар аман болсын. Ең үздік палуан, ең үздік шабандоз, ең үздік бүгінгі студенттер лигасынан суырылып шыққан палуан ол Мәтжан Мейіржан! Ең үздік! Қошемет! Мәтжан Мейіржан жарайсың, студенттердің арасында ең үздік палуан. Және де ұлттық дәрежедегі төреші бүгінгі екетпей қызметін істеген, ешқандай шалынбаған, ешқай жерден жаңылмаған көкпардан спорт шебері, Қазақстанның аударыспақтан 70 килограммдағы чемпион Ардақ Мырзабай төрешіге қошеметтеп қояйық. Сакарьянов Қайрат ағамызға ду-қол бала құрып қойыңыздар, осындай қолдау көрсеткен. Және қазақ десе қанға айнайтын, ұлт десе у жетін, ат десе секіріп қарғып мінетін, төбет иттерді дамытқан және көкпарды дамытушы ел ағамыз, Жанашыр ағамыз Данияр Дәуке ағамызға ду-қол бала. Қатты қошемет, қатты! Мінекей құрметті көкпар сүйер қауым, елімізде тұңғыш бастау алған жастар көкпар лигасы өзінің мәресіне жетті. Бұл бастаманың болашағына үлкен сеніммен қарайтын сіз бен біз болсақ, елімізде бейбітшілік күн болуын тілейік. Кезінде жаугершілік заманда бастау алған дәстүр бейбітшілік аспан астында жалғасуына үлкен үлес қосайық. Сіздермен бірге болған мен Елдос Үмбетәлі, келесі ойындарда аман есен жолыққанша сау саламатта болыңыздар.